Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен болонезе пиццасын жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі ұн, шекер, тұз, сүт, май, ашытқы, қопсытқыш, қаймақ керек болады. Жылы сүтіміздің үстіне шекерімізді, тұзымызды, ашытқымызды салып, алдымен жақсылап араластырып алатын боламыз. Соңынан қаймағымыз бен майымызды салып, ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, жұмсақ, әдемі, жақсы қамыр илеп алатын боламыз. Шағын етіп бөліп салатын боламыз. Қамыр бірден салсаңыз қатып қалады, білесіздер. Алдымен қасығымызбен, сосын қолымызбен жақсылап аламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр болады. Кішкене майымызды құйып, асты үстіне жарты сағатқа қойып қоямыз қамырымызды. Біз оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына тартылған ет, паприка, орегано, қызыл бұрыш, тұз, пияз, жұмыртқа сарысы, сыр. Бұл жерде мен қолдан жабылған әжігені салатын боламын. Салмасына мына майға кішкене пиязды, тартылған етімізді, дәмдеуіштерді қосып, қуырып алдын ала суытып дайындап қоятын боламыз. Тұзымызды, қызыл бұрышымызды, бұл жерде сарымсақтан да кішкене қостым. Ұнтақталған сарымсақты, орегононы қостым. Өте дәмді, әдемі дәм береді етке. Паприкамызды қостым үстіне. Міне әжігемізді салдым. Енді осыны бетін жауып, 5-10 минутқа қуырып бұқтырып қоятын боламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Оны суытып қоямыз. Біздің қамырымыз да дайын болды. Форма болатын болса, формаға салып қолмен созуға да болады. Бұл жерде мен табаға жапқалы жатырмын. Жиегін, бөртегін шығарамыз, кішкене көтеріліп кетпесін деп шанышқыменен түйреп шықтым. Ортасына кетчугімізді жақтым, жиегіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Енді салмасын салмай тұрып, табаға жайғастырамыз. Үстіне салмамызды салып, сиырымызды салып пісіретін боламыз. Үлкендердің де, балалардың да сүйіп жейтін қазіргі заманауи тағамы бұл. Жиі қолданып тұрамыз. Көбінесе шағын пиццалар жасаймыз. Арасында осында жасап қоямын. Бұны қызып тұрған табамызда, духовкамызда 250 градуста 15 минут, 18 минутта пісіп шығатын болады. Міне біздің пиццамыз 15 минутта пісіп шықты. Дайын болды. Енді
бөлшектерге, шағын бөлшектерге бөліп дастарханға осылай ұсына беретін боламыз. Ыстық кезінде өте керемет, дәмді, етпен болғаннан кейін тіптен керемет болып шықты. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар.